Баршаңызға сәлем. Бүгін 114-ші сабақтың есептерін орындаймыз. Бүгін біз барлық арифметикалық амалдарға берілген есептерді шығаруды, оларға кері есептер құрастыруды және шығаруды жалғастырасын. Бірінші есеп, есепті шығар. Көктемгі демалыста Әсем 3 сөзжұмбақ шешті және одан 3 есе артық есеп шығарды. Әсем есепке қарағанда неше сөзжұмбақты кем шешті? Ең алдымен шартын құрып аламыз. Әсем бізде сөзжұмбақтың 3-еуін шешті. Есеп бізде белгісіз, бірақ сөзжұмбақтан 3 есе артық. Есепке қарағанда сөзжұмбақтың нешеуін кем шешті. Шешуі 2 сұрақ болғандықтан 2 амал қолданылады. Ең әуелі қанша есеп шешкенін табуымыз керек. Ол үшін 3-ті көбейтеміз. 3-ке тең 9. Сонда Әсем бізде 9 есеп шығарды. Енді қанша кем шығарғанын шешкенін табу үшін 9-дан азайтамыз. 3-ті тең 6. Жауабы Әсем 6 сөзжұмбақты кем шешті. Екінші есеп. Балалар 9 алмұрт ағашын және одан 2-і артық өрік ағаштарының түптерін әктеді. Балалар барлығы неше ағаштың түбін әктеді? Шартын құрып аламыз. Бізде алмұрт ағашы 9, өрік ағашы белгісіз, бірақ алмұрттан 2-і артық. Балалар барлығы қанша ағашты әктеді? Шешуі тағы да 2 сұрақ белгісі болғандықтан 2 амал қолданылады. Ең алдымен өрік ағашын тауып аламыз. Ол үшін 9-ға қосамыз 2-ні 11 шығады. Бізде бұл өрік ағашы. Енді барлығын табу үшін 11-ге қосамыз 9-ды тең 20 шығады. Жауабы балалар барлығы 20 ағаштың түбін әктеді. Үшінші есеп, есептерді шығар. Асы 8 қапшықтың әр қайсысында 3 килограммнан ұн бар. Қапшықтарда барлығы неше килограмм ұн бар? Шартын құрамыз. Ұн бізде 3 килограммнан 8 қапшық. Барлығы қанша килограмм? Шешуі 3-ті көбейтеміз 8-ге 24 килограмм. Жауабы барлығы 24 килограмм ұн бар. Әсі массасы 24 килограмм ұн 8 қапшыққа тең бөлініп салынды. Бір қапшыққа неше килограмм ұн салынды? Шарты 8 қапшыққа 24 килограмм ұн салынды. Сонда бір қапшыққа қанша килограмм салынды? Шешуі 24-ті бөлеміз 8-ге тең 3 килограмм. Жауабы бір қапшыққа 3 килограмм ұн салынды. Бысы 24 килограмм ұнды 3 килограммнан қапшықтарға бөліп салу керек. Неше қапшық қажет? Шарты 24 килограмм ұнды 3 килограммнан салу керек. Сонда бізде қанша қапшық керек? Шешуі 24-ті бөлеміз 3-ге тең 8. Жауабы бізге 8 қапшық қажет. Төртінші есеп, есепті шығар. Кітапта 64 бет бар. Айнұр 5 күн бойы күніне 7 беттен оқып отырды. Айнұр әлі кітаптың неше бетін оқуы керек? Шарты барлығы кітаптың беті 64. Оқыды 7 беттен 5 күн бойы оқыды. Оқуы керек қанша бет? Шешуі ең алдымен 5 күнде неше бет оқығанын табамыз. Ол үшін 7-ні көбейтеміз 5-ге 35 шығады. Енді барлық кітаптың бетінен азайтамыз оқыған 35 бетті. Сонда бізде 29 бет шығады. Жауабы Айнұр әлі кітаптың 29 бетін оқуы керек. Бесінші есеп сызба бойынша. Мына жерде балалар қате кеткен. 5 емес 4-ші тапсырмадағы есепке кері есеп құрастыр. Оны шығар. Сызбада бізде әр бөлікке бөлінген, ол яғни 5 күнді білдіреді. Әр күні 7 беттен оқығаны бізде белгісіз. Ал оқылмай қалғаны бізде белгілі 29 бет. Кітапта барлық беті бізде белгісіз. Шарты 5 күн бойы 7 беттен оқығаны бізде белгісіз, қалғаны 29 бет. Барлығы кітапта қанша бет екені белгісіз. Шешуі ең алдымен 5 күн бойы қанша бет оқыған табамыз. Ол үшін 5-ті көбейтеміз 7-ге 35 шығады. Енді барлығын табамыз. 35-ке қосамыз 29-ды, бізде 64 шығады. Жауабы кітапта 64 бет бар.
Алтыншы есеп, теңдеулерді шеш. 8 бөлу x тең 2. Бұл жерде бөлгіш белгісіз болып тұр. Ол үшін бөлінгішке бөлеміз бөліндінің мәнін. Яғни 8-ді бөлеміз 2-ге, x тең бізде 4 шығады. Тексереміз 8 бөлу 4 тең 2, 2 тең 2 шығады. Екіншісі, x бөлу 8 тең 1. Бұл жерде керісінше енді бөлінгіш белгісіз болып тұр. Оны табу үшін бөліндінің мәніне көбейтеміз бөлгішті. Яғни 1-ді 8-ге көбейткенде бізде 8 шығады. Тексереміз 8 бөлу 8 тең 1. 1 тең 1. Үшінші теңдеу, x қосу x тең 700 азайту 100. Бұл бізде күрделі теңдеу деп аталады. Ең алдымен оң жағын шығарып аламыз. Яғни 600 шығады бізде. Енді бір қосылғыш белгісіз болса, біз қосылғыштың мәнінен азайтамыз белгілі қосылғышты. Яғни 600-ден 300-ді азайтқанда 300 шығады. Тексереміз 300-ге 300 қосқанда бізде 600 шығады. 700-ден 100-ді алғанда 600 шығады. Яғни 600 тен 600 болады. Жетінші есеп, есепте. Ең алдымен бұл жерде бөлу амалын орындап аламыз. 27-ге 3-ті бөлгенде 9 шығады. 14-ге 2-ні бөлгенде 7 шығады. 9-ға 7 қосқанда 16 шығады. Екінші есепте ең алдымен жақшаның ішін орындаймыз. 65-тен 56-ны азайтқанда 9 шығады. 5-ке көбейтіп аламыз. 45 шығады. 45-ке 55 қосқанда 100 шығады. Үшінші есепте ең алдымен бөлу амалын орындап аламыз. 60-ға 3-ті бөлгенде бізде 20 шығады. Одан кейін көбейтуді орындаймыз. 80 шығады. 100-ден азайтамыз. 80-ді 20 шығады. Төртінші есепте ең алдымен көбейту және бөлу амалын орындаймыз. 9-ға 5-ті көбейткенде 45, 36-ға 4-ті бөлгенде 9 шығады. Екеуін қосқанда 54 шығады. Сегізінші есеп. Диаграмманы пайдаланып, бос төркөзге қалып қойған санды қой. Сұраққа жауап бер. Көктемгі демалыста Әлима, бос төркөз тұр. Күн ата әжесінің үйінде, 3 күн ағасының үйінде қонақта болды. Әлима неше күн қонақта болды? Диаграмма бойынша өзің басқа сұрақтар қой. Бізде міне диаграмма берілген. Барлық диаграмманы санасақ, 9 бөлікке бөлінген. 3-түсі сарымен боялған, ол бізде ағасының үйінде болған, ал қалған түстері жасылмен боялған, ол бізде 6 күн болып табылады. Сонда Әлима 6 күн бізде ата әжесінің үйінде болды. Енді осы есепті жазамыз. Бос төркөзге 6 күн деп қоямыз. Шешуі 6 күнге қосамыз 3 күнді, сонда 9 күн болады. Жауабы Әлима 9 күн қонақта болды. Енді диаграмма бойынша басқа сұрақтар қоятын қалай қойсақ болады? Мысалы, Әлима ағасының үйінде неше күн қонақта болды? Әлима барлығы неше күн қонақта болды? 9-шы есеп. Айдар 5 жаста. Айдардың ағасының жасы одан 3 есе үлкен, ал әпкесі ағасынан 7 жас кіші. Айдардың әпкесі неше жаста? Қысқаша шартын құрамыз. Айдар 5 жаста, ағасы белгісіз, бірақ Айдардан 3 есе үлкен, ал әпкесі болса ағасынан белгісіз, онда жасы, бірақ ағасынан 7 жас кіші. Шешуі ең алдымен ағасының жасын тауып аламыз. Ол үшін 5 жасты көбейтеміз 3-ке, 15 жас шығады. Ол бізде ағасының жасы. Ары қарай 15-тен азайтамыз, 7-ні тең 8 жас. Бұл бізде әпкесінің жасы. Жауабы Айдардың әпкесі 8 жаста. 10-шы есеп. Есепті шығар. Арман үйінен дүкенге дейін 5 минут жүреді. Егер ол дүкенге 2 рет барып келсе, жолына барлығы қанша уақыт жұмсайды? Егер Арман үйінен дүкенге дейін 5 минут жұмсаса, 2 рет баратын болса, ол мысалы дүкенге дейін 5 минут, дүкеннен үйге дейін 5 минут, екінші рет барғанда дүкенге дейін 5 минут, тағы да үйге дейін 5 минут, яғни 4 рет жүреді. 5 минуттан соны көбейтеміз, сонда бізде 20 минут шығады. Сонда жауабы барлығы Арман дүкенге 2 рет бару үшін 20 минут жұмсайды. Осымен барлық есептерді шығарып болдық, балалар. Егер есептер түсінікті болса, каналға тіркеліп лайк баса кетіңдер.